Әбу Ханифа есімді ғалым әділдіктен, турашылдықтан ешқашан таймаған екен. Бір күні бір әйел оған сату үшін бір жібек көйлек әкеледі. Әбу Ханифаға көйлекті 100 теңгеге сататын айтады. Әбу Ханифа, мұның құны 100 теңгеден көп, қаншаға беретініңізді айтыңыз, дейді. Әйел 100-ден қоса отырып бағасын 400-ге жеткізеді. Әбу Ханифа, бұл әлі де аз, дегенде әйел, сіз менімен қалжыңдасып тұрсыз ба? деп ашу шақырады. Сонда Әбу Ханифа, жоқ, қалжың емес, шыным, бір адам әкеліп бағасын қойғызайық, дейді. Бір адамды ертіп келеді де бағасын қойғызады. Сөйтіп Әбу Ханифа көйлекті 500 теңгеге сатып алады. Осылайша ол өзі сатып алушы бола тұра, сатушының қамын ойлап, әділдіктің әдемі үлгісін көрсеткен екен. Алдағы шығатын ғибратқа толы хикаялар мен әңгімелерімізді жіберіп алмас үшін арнаға міндетті түрде тіркеліп қойыңыз және де видеоларды басқалармен де бөлісіңіз.